көрсең давление. Яғни білеміз, давление екіге бөлінеді. Жоғары давление һәм төмен давление болып. Давление негізі 120-ға 80 болады, нормада. Енді қазіргі күнде біз айта береміз ғой, давление жоғары болса, бұл гипертония деп айтылады. Бұл гипертонияда қалай? Яғни жүрекке кеп тұрған қан тамырлар қысылып, тарылып, жүрекке күш түсіреді. Егер біз бұның алдын алмасақ, алдын алмай жүре берсек, жүрекке кеп жүректің бұлшық етлерінің бір бөлігіне қан бармай қалады. Қан бармай қалғаннан кейін миокард инсультын пайда етеді. Яғни білемсе, инсульт пайда болған кезде қандай болады? Мидың қан айланымы бұзылғаннан кейін бұл инсульт пайда болады. Миокардты айтып өттік. Енді біздің қан тамырларымыз тығылып, қан тамырларымыз тарая берсе, бүйрекке барып тұрған, бүйректі де бұзады. Бүйректің де системалары бұзылады. Білемсе, орғылар әммесі бір-біріне байланысылы. Енді жоғары қан қысымы бар инсанлар, біз ләжі барынша майлауқатты тоқтатуымыз керек. Дұзлы затларды, ащы затларды азайтуымыз керек. Ондан кейін көбірек пияда жүруіміз керек. Мысалы, физкультура болсын, пешком болсын, көптеп жүру керек, кейіннен көбірек массажға келу керек. Егер кейіннен нервті да біз азайтуымыз керек, стрессті. Енді шаңырақта кеса қағыспай тұрсыз дейді, сонда үйде аз-маз дау жәнжел бірдеңелер болып жатырса, көшеге шығып кетуіміз керек. Бір майны айналып келіп, өзімізді басып болып үйге кіруіміз керек. Мүмкін жүрек болса, бізге стресс, нерв жетуге болмайды. Массаж керек сізге. Массажды да, құрметті массажистер, давлениесі бар адамдарға біз ітібарлы болып массаж істейік. Себебі ауыр басым болмайды, шығанақлармен істеген профессиональный дәрежедегі массаж болмайды, кейін ұрып істеген болмайды, өкшелерге ұрып, қайырып, таулап атамыз, бұлардың ешқайсысы болмайды. Давление 160-170 болып тұрған кезде ұлы массаж болмайды. Біз қалай массаж істейміз? Себебі миға қан айлану бұзылса, демек болған массаж керек. Миокард инсультына массаж керек. Себебі жүрекке барып тұрған бұлшық етлердің бір бөлігіне қан бармай қалу себеплі миокард инсульты пайда болады. Оғанда массаж керек бізне. Сол үшін біз қалай істейміз? Бұндай кездерінде біз басқа жеңіл әрекетлермен істейміз. Қатты ауыр басымен істеуге болмайды. Кейіннен массаждың көшетін тесік болады ғой, бас тығып жататын. Сол жерге де басты көп тығып жатуға болмайды, 10 минуттан артық. Егер давление жоғары адамдарға ұлыма төмен қарап жатуға болмайды. Басты бір шетке қисайтып қойып, бұны қисайған халда істеуіміз керек. Массажистер ітібарға алайық бұны. Себебі әмеміз бір массажда оқыдық, анатомия оқытылады, дұрыс па? Сондай кезлері басқа істейміз, желкеге